Өскемен қаласының орталық көшелерінің бірінде шамамен 2 жасар бала табылды. Енді бейімдеу орталығының қызметкерлері бүлдіршіннің ата-анасына іздеу жариялап отыр. Бала әлі анық сөйлей алмағандықтан жақындары жайлы қандай да бір ақпарат сұрау мүмкін болмай тұр. Қала көшелерінің бірінде қараусыз жүрген баланы бірнеше күн бұрын қала тұрғыны тауып алып, бірден полиция қызметкерлеріне хабарласқан. Инспектора по делам несовершеннолетних Ертышский отдел полиции. Өскемен қаласы ішкі істер басқармасының Ертіс аудандық бөлімінің кәмелетке толмағандардың ісі бойынша айналысатын инспекторлар ағымдағы жылдың 27 маусымында сағат 15:00 шамасында Бурова 41 көшесінде шамамен 2 жасар баланы тапты. Бала анық сөйлей алмағандықтан ата-анасын анықтау мүмкін болмады. Қазір кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығының психологы Жанар Абакенова бүлдіршінмен жұмыс істеуде. Маманның айтуынша бала ақпаратты тез қағып алады және жатырқамайтын көрінеді. Тек өзінің есімі Мирас екенін және Семей қаласында тұратынын ғана айта алған. Все санитарно-гигиенические требования. Өз жасына өте ұқыпты бала, анам жұмыста деп айтады. Өзінің жасы нешеде екенін айтпайды, саусақпен де көрсете алмайды. Бейімдеу орталығындағылар бала тек қазақ тілінде сөйлеседі дейді. Сондықтан өзі түсінген адаммен ғана қарым-қатынасқа түседі. Орталық қызметкерлері өткен күндері Семей қаласынан бір әйелдің Мирас есімді баланы іздеп хабарласқанын жеткізді. Алайда әзірге бүлдіршінге келгендер жоқ. Поступила информация, что мама его живет в Семипалатинске. Табылған баланың анасы Семей қаласында, ал әкесі Өскемен қаласында тұратыны белгілі болды. Әпкесі қоңырау шалды, біз күтіп отырмыз. Кеше күттік, бүгін де тосамыз. Егер ертең келмесе, баланы апарар жеріміз жоқ. Енді құқық қорғау орындарының қызметкерлері мен бейімдеу орталығындағылар баланың ата-анасы мен барлық таныған адамдар хабарласуын сұрайды. Әнуарбек Жәлел, Жанар Асылханова, Қамбар Керейбаев, Қазақ Ньюс, Шығыс Қазақстан облысынан.